Әке, мен сізді сағынып жүрмін. Кірпігіме жас тағынып жүрмін. Жаныма зілдей өкпе мұң артып, көрінген жанға шағынып жүрмін. Әке, мен сізді сағынып жүрмін. Рухыңызбен кейде сырласып жүрмін. Қол үзіп сізден арысым менің, батпандай бақтан қағылып жүрмін. Қабағым сірә ашылмай қойды, жүзімнен шуақ шашылмай қойды. Жұбатыңызшы мені түсіме еніп, сағыныш дерті басылмай қойды. Асқар тауымыз, ардақты әкеміз, абзал ата, қамқор дана. Күні кеше ғана жанымызға сая болып, ала сармас алыбымыз болып жүрген едіңіз. Сіз кеткелі жылға жуық уақыт өтіпті. Жан әке, сіз кеткелі көңіліміздің мұқалып қалғаны рас. Есейіп кетсек те сіздің аялы алақаныңызды, айтқан ақылыңызды, шексіз мейіріміңізді сағындық. Уақыт шіркін, зымырап жатса да, сізге деген құрметіміз сол күйінде. Өз отбасының тірегі ғана болып қоймай, ел жұртының сый құрметіне ие болған абзал азаматтардың бірі Ербол Сейсенбайұлы еді. Әйгілі Қожа руының тумасы Ербол Сейсенбайұлы 1958 жылы 4 қараша күні Алматы облысы Талғар ауданы Қызылту елді мекенінде дүниеге келген. 3 қыз, 2 ұл бауырларымен бірге үлкен, тату тәтті отбасынан шықты. Әкесі Сейсенбай Қалибекұлы еңбек ардагері болған кісі. КСРО жоғары кеңесі президиумының ерен еңбегі үшін медалімен марапатталған ардалы азамат. Аяулы анасы Марай Көпшіліқызы КСРО жоғары кеңесі президиумының атынан ардақты ана марапатына ие болған жан. Ербол жастайынан еңбекқор, мейірімді, ақ көңіл болып өсті. Бауырларына жанашырлықпен қарап, ақылшысы да бола білді. 1974 жылы Талғар ауданындағы Бердіғұлов мектебінің 8 жылдық сыныбын сәтті тәмамдады. Мектеп бітірген соң, бозбала Ербол жоғары білім алуға талпынып, 1974-77 жылдар аралығында Алматы облысындағы нөмірі 22 орташа мамандандырылған техникалық училищесінің 1 класты тракторист-машинист мамандығы мен 3 разрядтағы темір ұстасының толық курсын сәтті аяқтады. Ербол өз ісіне адал, айналасына сыйлы, құрметті, әрдайым көмек қолын созуға дайын тұратын жан еді. Достарының арасында абыройлы, белсенді, көршілермен де сыйластықта болды. Ербол сүйікті жары Сәулемен бала кезден таныс. Бір ауылда көрші тұрды. Жазғы демалыста балалық шақтары қызықты өтті. Бірге колхоз жұмыстарында белсенді еңбек етті. Адал достық, ұлы сезімге ұласып, жас отбасының қабырғасы қаланды. Ербол жарына адалдық, жанашырлық танытып, жүрегін жаулап, бағалай білді. Екеуі 43 жыл отасып, ұлдары Әсет пен қыздары Әселден 4 немере сүйді. Ербол ағамыз отбасының тірегі болып, жұбайы Сәуле екеуі балаларына дұрыс тәрбие бере білді. Бүгінде ұл-қызы жоғары білімді азаматтар, мықты маман атанып, елге абыройлы қызмет етіп жүр. Немерелері де өсіп өніп жатыр. Ербол Сейсенбайұлы 2021 жылы 8 қыркүйекте мәңгілік мекеніне аттанды. Ол өз отбасында үлгілі әке, мейірімді ата ретінде есте қалды. Ал ел жұрты оны адамдығы мен кісілік келбетін жоғалтпаған азамат ретінде білді. Қамшының сабындай қысқа ғұмырда берілетін ең қымбат баға осы болса керек. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын, әке. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын, әке. Ой жандарым, аман болыңдар.
Аман есен болыңдар, ауырмаңдар. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім, самғасам күш қуат демегім, сүрінсем тірегім, қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құнына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғаным. Жетеді мен үшін жан әке, сөздей ақ болғаным. Әр қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әке, ең жақсы адам. Менің әке, ең жақсы адам. Қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге? Келем үнсіз аңдамай, өкінішпе бұл қалай? Жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалғанай. Амал бар ма? Өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің. Ай, өте